Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін сарымсақты булочки дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қазақша каналды қолдап қойыңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 ас қасық қант саламыз. 1 ас қасық ашытқы саламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Ашытқымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болуы қажет. Қолға жабысқақ болғаны дұрыс. Неке қамырымызды илеп болдық, бетін жауып, 1 сағатқа немесе 40 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Неке қамырымыз көтерілді. Видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, шариктер жасаймыз. Барлығын табамызға орналастырып шығамыз. Міндетті түрде табада көтерілгенше 15-20 минутқа қалдырамыз. Сол кезде булочкаларымыз әдемі болып көтеріліп пісіп шығады. Тестіміз көтерілгенше бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға 2 сарымсақты түркіден өткіземіз. Үстіне укроп саламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осындай кондитерский қалтаға салып, осылай жасасаңыздар ыңғайлырақ болады. Басын қатты үлкен қылмай кесеміз. Мінеке қамырымыз көтерілді. Бетіне жұмыртқаның сарысына сәл сүт құйып жіберіп жағасыздар. Булочкаларымыздың бетіне жағып шығамыз осылай. Енді қайшымен осылай видеода көрсетілгенде орталарынан кесіп шығамыз. Араларын сәл ашып жібереміз. Мінекей ортасына жаңағы майымызды осылай видеодағыдай салып шығамыз. Қызып тұрған пеште әбден қызарғанша пісіріп аламыз. Менде пеш әсел пеш, мен ең жоғарғы градусына қойып пісіріп аламын. Күйіп кетеді деп қорықпаңыздар. Әркім өз пешінің градусын білгендіктен, өз пештеріңізге қарай уақытын қойсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.